Сәлеметсіздер ме, құрметті портал қолданушылары? Бұл видеонұсқалықта өтінімді өңдеу туралы көрсетілетін болады. Ол үшін сіздерге жастар қызметін таңдау қажет. Оның ішінде Алматы жастарын таңдаймыз. Өтінімді қазақ тілінде өңдеу үшін қазақ тілін таңдаңыз. Менің өтініштерім батырмасын басыңыз. Өтінімді өңдеу батырмасын басыңыз. Мұнда сіз туралы мәліметтер жүктелген, әрі қарай басамыз. Әрі қарай басыңыз. Өтінімді өңдеу барысында санат немесе банк шотындағы сома қате кеткен жағдайда өзгертуге болады. Санатты өзгерту үшін таңдауды басып, дұрыс санатты таңдай аласыз. Банк шотындағы сома қате болған жағдайда түзетуге болады. Төменде көрсетілген санаттарға жататын болсаңыз, я немесе жоқ деп белгілеп кетіңіз. Әрі қарай басамыз. Тұрақты бірге тұратын отбасы мүшелерін қосуды ұмытқан жағдайда қосу дегенді басып, отбасы мүшелері туралы мәліметтерді енгізесіз. Әрі қарай басыңыз. Жұмыс орнын қате енгізген жағдайда редакциялауды басу арқылы жұмыс орны туралы мәліметтерді өзгерте аласыз. Басқа да жұмыс орындарын қосу үшін қосуды басып, жұмыс орындары туралы мәліметтерді енгізесіз. Алматы қаласында жұмыс істейтіндігіңіз туралы растаңыз. Әрі қарай басыңыз. Көрсетілген құжаттарды қате енгізген жағдайда құжатты өшіріп, дұрыс құжатты жүктей аласыз. Әрі қарай басыңыз. Деректер жүктелгеннен кейін әрі қарай басамыз. Файлдан сертификатты таңдап, өтінішке қол қоямыз. Сақтауды басыңыз. Осымен өтінім өңделді. Көргеніңіз үшін рахмет.